Ауыл шетінде тұратын Қуатбай қария қарттығына қарамастан таяғына сүйеніп, күн сайын құдыққа мал суаруға өзі келетін. Қария құдықтан суды қауғамен тартып, науаны асықпай толтырып, содан соң барып малын айдап әкелетін. Күндердің күнінде Қуатбай қарт айналып келгенше науадағы су жылан жалағандай болып қалады. Қария тізелері дірілдеп, күшін сарқып, қайтадан 40 рет иіліп су тартуына тура келді. Және бұл құбылыс күн сайын айнымай қайталана берді. Бір күні Қуатбай «Мен әзірлеген суды кім ішіп кетеді өзі?» деп науаны толтырған күйі орнынан тапжылмай тосып отырады. Сол мезетте қотанның екінші жағынан қой сиырын айдап Нәзипа шығады. Нәзипа осы ауылға жаңа түскен келін. Шаруаға тап-тинақтай пысықтығымен ел аузына ілігіп қалған келіншек. Бірақ мінезінің шайпаулығы да байқалмай қалмаған. Нәзипаның малы келе сала астауға қойып кетеді. Осы сәтте қалтылдаған қария: «Әй қарағым, мен сияқты қартайып тұрған жоқсың. Менің осыншама қиындықпен алған суыммен малыңды суғарғаның не? Менің малым ішіп алған соң келсең де болмай ма?» деді. Сонда Нәзипа: «Әрі кет, сақалыңды ұрайын қақпас!» деп қарияның сөзіне шімірікпестен сөз қайтарды. Келіншектің сөз ұқпасын түсінген қария бұдан былай құдық басынан өз малын әбден су ішіп болғанша айналшықтап кетпей, құдықты торуылдаумен болды. Бір күні қарияның малы құдықтағы суды ішпей үдере тұрып қалады. Бұларға не болды деп суға үңілсе, судың бетінде қызылды-жасылды май қалқып жүргендей болады. Сөйтсе, әлдекім тап-таза құдыққа керосин құйып кетіпті. Кімнен келген озбырлық екені белгілі. «Құдай-ай, атам қазақ су ішкен құдығыңа түкірме демеп пе еді?» деді қария. Құдық басынан жылап оралған Қуатбай қария үйге келген соң мүлдем отыра алмады. Шұғыл киініп, ат арбаға жайғасқан қарт бәйбішесінің «Қайда кеттің?» дегеніне «Зиратқа» деп қысқа қайырды. Ата-бабаларының қорымына келіп тым ұзақ күбірлеген ақсақал: «Сақалыма тискен пәлекетті өздеріңе тапсырдым» деп дұғасын аяқтады. Осыдан кейін көп ұзамай ауыл жұрты «Нәзипа сал ауруына шалдығыпты» деп хабар тарата бастады. Туыстарының апармаған жері қалмай, елде бар дәрігер мен бақсы-балгерді түгел аралапты. Сонда да аурудың беті бері қарамайды. Жамбасы тесілген Нәзипа тәубесіне түсіп, қатесін түсінген болар. Қуатбай қарт дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттанар шағында алдына Нәзипаның қайнағалары келіп: «Уа ата, келінімізге кешірім беріп кеткейсің. Көресісін көрді ғой» депті. Ауыр демалып жатқан ақсақал: «Айналайындар, енді үлгермеймін-ау, демім таусылып барады. Мен кешірім беруім үшін қайтадан ата-бабалар қорымына барып дұға оқуым керек. Оған енді қалым келмейді. Ертерек келулерің керек еді. Кешіктіңдер» деген екен. Сол бойы қария өмірден озады. Ал Нәзипа 20 жыл жатып, өмірдің еш қызығын көрместен, бейнеттен көз ашпастан көз жұмды. Өмірде мұндай жайттардың болатынына, дұғаның күшіне сонда қатты иланғаным бар. Каналыма тіркеліп, қызықты әңгімелер мен ой саларлық оқиғаларды тыңдай жүріңіз.